Ер азамат үйде өзінің сөзін өткізе алу керек. Ең бірінші. Сенің сөзің қанша тұрады дейді ғой. Мына әлемдік бүкіл жаңа алпауыт болған мемлекеттердің барлығының азулы тентектерінің барлығы. Сенің сөзің қанша тұрады? Үйде қанша тұрады? Сен үйде өтірік айтасың ба? Бала шағаң бәрі өтірік айтатын болады. Сен үйде ата-анаңа зекіп сөйлейсің ба? Ертең саған балаң зекіп сөйлейтін болады. Сен әйеліңді үйде ренжітіп, сабап, қиғи қабақ төбелес бола беретін болса, келінің мен балаң дәл сондай театрды алдыңа әкеп қойып береді. Сондықтан ер адам өзінің сөзі құнды болу керек. Өтірік айтпау керек. Талабын орындата алу керек. Орындата алам дегенде ұрып теуіп емес, бүкіл тәсілді қолдану керек. Сөйтіп өзінің дегеніне жетіп отса, оның баласы да өзінің дегеніне жететін болады. Шынымен үйдің тірегі екенін ісімен көрсету керек. Кез келген жағдайда, қиын жағдайларда шешім тауып көрсету керек. Өзінің сол үйдегі әйелден де, баладан да шынымен де оқығаны көп, білетіні көп екенін дәлелдеп отыру керек. Ер адамның негізі құны оның білімі, оның мысы және оның сұсы. Міне осы нәрселер ер адамның бойында болса, көзінше баланың сен атты бас бүлдіріп, асауды бағындырып, болмаса бір өгізшенің тананың мойнын қайырып, қайратыңды көрсетіп, аңшылыққа апарып, суық қалың қарды аңатып, үйдің асыраушысы қандай болу керек екенін көрсете алмасаң, сенің балаңнан ер мінез шықпайды. Жаһандану заманында қанша гаджеттер бізді шақырып тұрғанмен, осы баяғы ата-бабамыздың жолын бір-бір көрсетіп қою, оны есіне салып тұру, әр уақытта ұмыттырмай, бізден талап етілетін нәрсе дүние осы. Сондықтан білімде болсын, нан табуда болсын, адалдықта болсын, қайсарлықта болсын, шыншылдықта, әділдікте болсын, әке бәрінен жоғары тұру керек. Міне осы жаһандану заманында әке осылардың бәрін орындай алса, өзінің үйінде бәйбішесіне әмірін жүргізе алса, оның баласы да жақсы әке болады.